Баршаңызға сәлем, сіздермен Гүлсая. Бүгін сіздерге ең оңай нарезканы көрсететін боламын. Дәл осы нарезканы жасасаңыз, дастарханыңыздың сәнін ашып тұратын болады. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырша белгісін басуды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта сіздермен көптеген рецептпен бөлісетін боламын. Ең алдымен бір апельсинімізді алып, жақсылап жуып, тазалап аламыз да, видеодағыдай кесіп шығатын боламыз. Барлығын кесіп болғаннан кейін өзіңіздің нарезка жасайтын тарелкаңызға дәл осылай орналастырып шығатын боламыз. Өте әдемі көрінеді. Вазаға салып қойғаннан дәл осылай турап қойғаныңыз өте әдемі көрінеді. Онан кейін бір алмамызды алып, жуып, жақсылап тазалап, қақ ортасынан және тағы да ортасынан бөлеміз. Және де ортасындағы керек емес жерлерін осылай пышақтың көмегімен алып тастайтын боламыз. Сонан кейін алмамызды видеодағыдай етіп, пышақтың көмегімен кесіп шығатын боламыз, және де жоғары қарай ашатын боламыз. Қараңыздар, өте әдемі, жеуге ыңғайлы және дастарханда әдемі болып тұратын болады. Сонан кейін тағы бір жасыл алмамызды аламыз. Сары алма алсаңыздар да болады. Тағы да артық жерлерін кесіп, дәл қызыл алманы қалай турадыңыз, дәл солай турап шығатын боламыз. Дәл осылай жасыл алмамызды турап шығатын боламыз. Бізге бар жоғы бір апельсин, 2 алма, 2 банан және кішкене ғана виноград қажет болады. Алмаларымызды дәл осылай апельсиннің үстіне жақсылап орналастырып алғаннан кейін 2 бананымызды жуып тазалап, бастарын осылай кесіп алатын боламыз. Енді жартысынан төмен дәл осылай видеодағыдай кесіп аламыз. Біз қазір осы банандардан дельфин жасайтын боламыз. Бананның қабығын пышақтың ұшымен ғана кесіп, қолыңызбен қайырып, дельфиннің қанатын жасайтын боламыз. Бұл нарезка өте оңай әрі тез жасалатын болады. Дельфиндеріңіз осылай қойған кезде құлап қалмайтындай болуы қажет, және де осы жерде дельфиннің аузын жасайтын боламыз. Дельфиніміздің аузына мейіз немесе осылай кішкентай виноград қыстырып қойсаңыздар өте әдемі болып көрінеді. Сонан кейін дельфиннің қазір біз көзін жасаймыз. Осылай кішкене пышақтың ұшымен кішкене ғана кесіп қойсаңыздар, бананыңыз өзі қараятын болады. Ендігі кезекте дельфиндерімізді өзіміздің нарезкаға салынған тарелкамызға дәл осылай құлап қалмайтындай етіп, бір-біріне қарама-қарсы етіп орналастыратын боламыз. Өте әдемі көрінеді. Ең соңында осы 2 дельфиннің ортасына жүзімімізді салатын боламыз. Мен 2 түрлі жүзімнен салдым. Сіздер өз қалағаныңыздай жасасаңыз болады. Сонан кейін үстіне қантын тағын жақсылап себеміз. Қараңыздар, өте әдемі, ешқандай шығынсыз және өте оңай тез жасалатын нарезка. Менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырша белгісін басуды ұмытпаңыздар.